Тәрбие мен тәлімге алтын қазы, бала тілін табатын жаны нәзір, қанатының астына бүлдіршінді, ой санасын шыңдаған қазынағы. Бала бақша кең сарай шұғылалы, мейірім мен сан түрлі құбылады, өсті үйреніп бүлдіршін қабырғаңнан, оң мен солын ақ-қара құбыланы, санасына сіңіріп әсерлінің, тәрбиеші бақшаның әсем гүлі, маңдайынан сипайды аяудың мен, ұғындырып жіберген қателігін. Жаңашыл жаңалықты дәріптеген, келешекке тамырын салып терең, өркениет өрнегін ойына өріп, өсіп келеді өзіңмен байып төрен. Қуаныштан дүрсілдеп жүректері, кіршіксіз пәк мөлдіреп тілектері, мың алғыс сіздерге жолдайды он белестің тілектері. Қарсы алыңыздар. Жас ұрпақ жас балам, ашық аспан астында
яшыл болсын ажарым. Жаса Қазақстан, алашордың ардағым, алтын бесік байтақ далам арбағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Даламызға мұрагер халқымыз, баламызға мақтаныш даңқымыз. Ұмытылмай ұрпаққа ұласын дәстүр салтымыз. Арулы сарайының ақ күнін, шаңырақтың шырағын жақ бүгін. Думандатып ойласын әрқашан елің шаттығын. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, ақтағалы қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарым. Жаса Қазақстан, алашордың ардағым, алтын бесік байтақ далам арбағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін. Сөзімен қарсы алайық. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать! Поздравляю с сегодняшним праздником! Hello, welcome. С днем рождения поздравляем! Наступили детский сад, сердце радости желаем для гостей и для ребят. Балабақша базары, ауылдағы ажары, жаратылмақ шуақты, өз үйіміз сияқты. 10 жыл бұрын әуелеп шалқып әлі, тәуелсіздіктің 15 жылдық сыйлығы боп, ауыл төрінен балабақша орын алды. Бүлдіршін әркез бағамдар ұлағатын ұғып мұң, атанандай алаңдар тәрбиеші мұғалім, ақылы менен қырасып еңбегі анық білінді. Намысы үшін бақшаның ойға да қырға жүгірді дейтеле. Балабақшамыздың меңгерушісі Өтешева Гүлзада Ғайниден қызына сөз береміз. Құрметті ата-аналар, құрметті қонақтар, бүгінгі мерекеміз бәрімізге де құтты болсын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына арнайтын жыл сайынғы жолдауында білім беру саласына, оның ішінде бүлдіршіндерімізді мектепке дейінгі біліммен сапалы қамту мәселелеріне ерекше назар аударуда. Ата-бабамыз ел болам десең бесігіңді түзе деген тегіннен тегін айтпаған. Келешектің келісті болуы жас ұрпақтың жақсы өсіп жетілуіне тікелей байланысты дейтін болсақ, келешек ұрпақтарымызды ой-өрісін дамытып, ұлттық құндылықтарды қастерлеуге тәрбиелеу жолындағы балабақшаның рөлі өте зор. Биыл республикамыздың тәуелсіздігіне 25 жыл толса, балауса балабақшасының ашылғанына 10 жыл толып отыр. Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіз мемлекет екендігін бүкіл әлемге дәлелдеді. Енді басты міндет осы мемлекеттің өркендеп өсуі, халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын көтеру. Қазақстанды отаным деп таныған әрбір азаматтың осыған өз мүмкіншілігінше
үлес қосуы тиіс. Мұның басты шарттарының идеяларын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Қазақстан 2030 жолдауында біздің бабаларымыз бен немерелеріміз бабаларының игі дәстүрін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық экономика өркендеу үстіндегі күллі әлемге әйгілі әрі сыйлы өз елінің патриоттары болады деп нақты көрсеткен болатын. Осы орайда жұмысты қайта жандандыру бойынша тапсырған тапсырмасымен 2006 жылы мамыр айының 26 жұлдызында Мұғажар ауданы әкімдігінің 172 қаулысы бойынша Батпақкөл ауылдық округіне қарасты Жағалбақ ауылында нөмір 3 балауса балабақшасы мектепке дейінгі ұйымы құрылып, осы жылдың желтоқсан айында тәуелсіздігіміздің 15 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс балабақшамыз ашылып, үлкен көлемде ашылуы тойланды. Балабақша 2 топқа арналған. Қазіргі таңда 57 бала тәрбиеленуде. Осы 10 жылдың ішінде балабақшаны 250 түлек бітіріп, мектеп табалдырығын аттады. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басты бағыты өскелең ұрпақты тәрбиелеу жүйесін дамыту болып табылады. Жоғарғы білім республика экономикасының барлық салалары үшін құзыретті және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз етуде, ғылым мен өндірісті біріктіруде маңызды рөл атқарады. Осы орайда балабақша педагогтарын мамандандыру, оларды қайта даярлау курстарынан өткізу жұмыстары жоспарлы түрде орындалып келді. Қазіргі таңда балабақша педагогтарының 98%-ын мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілері құрайды. Жалпы балабақшада 28 қызметкер еңбек етуде. Оның ішінде педагогтар саны 11, оның жоғары білімдісі 6, арнаулы орта білімдісі 5, оның жоғарғы санаттысы 1, бірінші санатты 7, екінші санатты 1, санаттысы 2. Сонымен бірге осы уақыт аралығында педагогтар құрамының тұрақтылығы байқалады. Педагогтардың еңбек өтілінің тұрақтылығы 5 педагогымыз 10 жылдан жоғары, 4 педагог 8 жылдан жоғары, 2 педагог 2 жылдан жоғары. Біздің енді өзіміздің тәжірибемізде біз өз ішімізден педагогтардың тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында мамандарды таңдау үстінде ата-аналармен тығыз жұмыс байланыса отырып, өзіміздің осындай жұмыстарға қабілетті бар ата-аналарымыз, мысалы Қабаева Анарды психолог мамандығы бойынша түсіріп, өзіміздің балабақшаға жұмыс қалды. Оның өзі міне 2 жылдан жұмыс істеп отыр. Сонымен қатар тәрбие көмекшісі Қуандикова Бибінұрда өзінің жұмыс істеп жүріп қабілеттілігін көрсетіп, жоғарғы емес арнаулы орта білімді тәрбиеші деген мамандық алып, қазір 2 жылдан асты тәрбиеші болып жұмыс жасап келеді. Білім барлық уақытта да жоғары құндылықтардың бірі болған. Тек білімді салауатты адам ғана келешек тізгінін қолына ала алады. Осыны ескере отырып, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін әрі қарай дамыту, жетілдіру жоспарын құрып, көптеген мақсаттарды көздеп отыр. Осы мақсатта бізде білім беру жүйесін әрі қарай дамыту бағытына үлесімізді қоса отырып, аудандық балаларда педагогтарымыз да осындай іс-шаралардан қалмай қатысып келеді. Сонымен қатар тәжірибе алмасу мақсатында Жаңажол орта мектебі мен Саған негізгі мектебі мен ауданның барлық балабақшаларымен, тіпті Ақтөбе қаласының кейбір балабақшаларымен етене тығыз жұмыс жасаудамыз. Осы жерде айта кететін жайт, балабақшамыз аудан бойынша бірінші жылға ашылған балабақшалардың қатарында болып, сол кезде жұмысымыздың жүйелі жүріп кетуіне Ақтөбе қаласындағы нөмірі 9 Бәйшешек және Нокин ауылында орналасқан Аққу балабақшалары көп көмегін тигізген болатын. Білім беру ісіндегі тәжірибенің орны қай кезде де маңызын жоймайды. Өйткені білім беру ісі патриотизм, адамгершілікке, рухани даму, заңға бағынушылық сияқты құндылықтармен астаса жүруі керек екендігі қоғам тарапынан қолдау тауып отыратынын айтуымыз керек. Жас ұрпаққа сапалы білім мен тәрбие беру отбасынан, балабақшадан және орта мектептен бастау алады. Сондықтан да әр баланың бойында отансүйгіштік қасиеттерін асқақтатуда басты парызымыз. Білім беру мекемелері маман даярлаумен қатар 8 қырлы, бір сырлы, ерік жігері, мығым, елін, жерін қастерлейтін, алда тұрған асуларды қиналмай алуға қабілетті адам тәрбиелеуге міндетті. Осы міндетті орындау жолында балауса балабақшасы аянбай еңбек етуде. Осынау аз ғана уақыт ішінде балабақшаның бағындырған белестері аз емес. Балабақша бүлдіршіндері түрлі аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық іс-шараларға қатысып, жүлделі орындар мен марапаттарға ие болды.
ұжымымыздың бүгінгі күнге дейінгі ұрпақ тәрбиесіне қосып жатқан үлесі мол. Балабақшамыздың тәрбиешілері де көптеген жетістіктерге қол жеткізуде. Ата-аналармен байланыс жақсы жолға қойылған. Мерекелік іс-шаралар, түрлі сайыстар, байқаулар, педагогикалық кеңестер, жиналыстар жиі өткізіліп тұрады. Ата-аналарымыздың демеушілігі мен көмегінің арқасында балалар қажетті барлық оқу құралдарымен қамтамасыз етіліп келеді. Тәрбиеленушілеріміз республикалық тіпті халықаралық байқауларға барып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Жыл сайынғы өтетін республикалық ақкөгершін фестиваліне қатысуды дәстүрге айналдырдық десек те болады. Соның нәтижесі биылғы Қазақстан Республикасының 25 жылдық мерейтойын қарсаңында Алматы қаласында өткен республикалық ақкөгершін фестиваліне балабақшамыздың тәрбиеленушісі Жұмалы Нұрасыл қатысып, жүлделі бірінші орынды иеленіп келді. Халықаралық тәжірибе ерте балалық шақтан ересек жасқа дейін адами қамтылса капиталға, атап айтқанда білім беруге бөлінетін инвестицияның экономика мен қоғамға елеулі қайтарымы болатын дәлелдеп отыр. Бізде тәрбиелеп отырған балаларымыз болашақта жақсы жетістіктерге жету жолында кедергісіз, қиындықсыз жетуіне бар күш-жігерімізді салып келеміз. Бұл жерде жалғыз балабақша қызметкерлерінің балабақша үшін жасап жатқан еңбектерін ғана атап өтуге болмайды. Туған жердің қамын ойлайтын азаматтардың да балабақша үшін жасап жатқан еңбектерін айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Осы тұста облыс әкімі Мәшбекұлы Бердібек Сапарбаевтың туған жерге тағзым үндеуі бойынша ауыл азаматы Көздібаев Молдабек Бақытұлының және ұжымның барлық ер азаматтары, әйел азаматтары балабақшаның төбесін жөндеуден өткізуге атсалысқан ауылдың кәсіпкерлері Төретов Алмас, Үсенов Ерғали сынды азаматтардың балабақша өмірімен тығыз байланысты екендігін атап өткім келеді. Мен өзім білім ордасында қызмет еткендіктен жастарды тәрбиелеу, оқыту, ізденіске, ғылыми баулу мәселесіне мән беремін. Жастар қоғамдағы тегеуріні мықты күш. Президентіміз жастардың заман талабына сай қалыптасып, еңбек етуін, білім алуын, түрлі жаңашылдықтарды жете қабылдап, жастық күш-жігерлерінің отаны үшін жұмсағанын қалайды. Қалап қана қоймай, оған жағдай жасап отыр. Алдымыздағы бағындырар белестер, биіктер мен алынар асулар айқын. Ендігі баршамыздың міндетіміз осынау асқақ мұрат мақсаттарымызды іске асыру үшін аянбай еңбек ету. Талмай еңбек етсең ғана еңбегіңнің жемісін көруге болады. Осы сөзді жанымызға желеу етіп, бар күш тәнімізді салып, балабақшамыздың атын асқақтатып келеміз. Оның айқын көрінісі ауданның ауыл балабақшалары арасында рейтинг қорытындысы бойынша 2014-2015 оқу жылдарында екінші дәрежелі дипломмен марапатталсақ, 2015-2016 жылы бірінші орынға ие болып жоғары жетістікке қол жеткіздік. Сонымен бірге осы 10 жыл ішінде балабақша 2 рет аттестациядан өтті. Біреуі аудандық білім бөлімінің және екінші Ақтөбе облысының білім саласындағы бақылау департаментінің аттестациясы. Осының барлығы ұжым қызметкерлерінің ауызбіршілігі мен татулығының, жоғары дәрежелі ұйымдастырушылықтың, ата-аналардың балабақша үшін жасап жатқан үлкен көмегінің арқасы деп білемін. Сол себепті өз атымнан балабақша ұжымына, ата-аналар қауымына үлкен рахметімді айтамын. Сонымен бірге айта кететін жайт, осы балабақшада еңбек етіп, менің тәрбиемді көрген тәрбиеші, әдіскер, қызметтерін атқарған Төретов Айымгүлдің біздің мерейімізді асқақтатып, Ембі қаласында балабақша меңгеруші болып тағайындалуы. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығында балабақшамыздың 10 жылдығына жеткен биік белестеріміз баршамыздың ерен еңбектеріміздің арқасы. Әрине осы жетістіктерге жету жолында көптеген тер төгілді. Алдағы уақытта әлі де балабақшамыздың атын асқақтатып, ерінбей еңбек етеміз. Ата-бабамыз ғасырлар бойы арманда өткен тәуелсіз ел болу, мәртебесін көру бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Осы қуанышымыз құтты, бақытымыз баянды болсын. Жаңа ғасырда қайта түлеген, жастар түрленген еліміздің тәуелсіздік тұғырлы болғай. Алдымызда келе жатқан тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойы құтты болсын. Барлық жерімізге, барлық елімізге амандық, саулық, бақыт тілеймін. Биігі кең дария, ұйымшыл еңбек майданда, бейбітшіл ұжым қашанда,
жұмылады бір адамдай, бірлігі тауып мәртебе, табанды еңбек талаптой, қол жеткізген жетістікке ең бастысы ынтымақ қой. Балабақшада көптеген сайыстарға қатысып, жүлделі орынға ие болған, Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен өткен Отаным алтын бесігім байқауында бірінші орын иеленген, аудандық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткізілген ән байқауында алтын үн номинациясын жеңіп алған біздің түлегіміз Жаңа жол орта мектебінің 6 класс оқушысы Қыпшақбаева Гүлеркені туған жер әнімен ортаға шақырамыз. Тәуелсіздік тұғыры 25 жыл беріп тұр. Желбіреп көк байрағым көк көрлеген бақыт бұл.
25 жылмен ұштасып, Балауса балабақшасының 10 жыл мерейтойы келіп тұр. Тәуелсіздікке шашу боп, сәби күлкісі шалқып тұр. Әр күн мереке бізге 10 жыл атты мерекелік жиынға арналған. Құттықтау сөзін Мұғалжар ауданының әкімінің орынбасары Назаров Қайырғали Ерғалиұлына береміз. Ауылымыздың әкімі, ел ағасы Алданиятов Жазықбай Сапуанұлына береміз. Саламатсыздар ма, қадірлі ауылдастар, құрметті қонақтар. Бүгін мынау ауылымызда болып жатқан мерейтой Балауса балабақшасының халыққа қызмет жасаған 10 жыл мерейтойы құтты болсын бәрімізге. Жалпы мен айта кетер едім, бұл балабақша сонау 1991 жылы сол уақытта мектеп директоры болған, қазір арамызда жоқ, Оралмаған бетіп жеттірген деген азамат салды. Енді былай айтқанда бұл балабақша 25 жылдықпен тең келіп тұр. Кейін мынау тоқырау заманында 7-8 жылдай жұмыс жасап, ол уақытта балабақша меңгерушісі алдында мына Гүлбаршын апамыз отыр, кейін Жағапарова Мысырада деген азаматша болып, қазір Ақтау қаласында тұрады, тоқтап қалды. Енді айта кетіру керек, ол уақытта Саппоз Артия үлеске кетті. Осында көптеген дүкендер, монша, кафе болып, бәрі жекенің қолына кетті. Мен енді пекарный болып салған, о да жеке кетті. Енді мені алып қалғаным осы балабақшамен, осы клубты талай азаматтар сұрады, Ақтау қаласынан келіп тұрады, мен жекеге бермедім. Себебі мен осы ауылдың азаматымын, ертең келешек халыққа елге керек деп. Соның арқасында өз әкімшілікке меншікке алдым, кейін білім бөліміне аудардым. Айтайын деген көптеген ауданда мына отыр әдіскерлер, көптеген жерлерде балабақша жеке меншікке алып, кейін қарай үкіметтен қазір 3 миллион, 5 миллион ақша тұрған азаматтар бар. Солай емес пе қарындастар? Солай айтқан енді кейін мынау аудан басқаруға қазір арамызда зейнеткерлікке кетті, Шаңғытов Серікбек Үлесір еді. Сол уақытта акимат отырысында облыстан нұсқау келген, тұрған балабақшаларды іске қосу керек деген. Соған бірінші болып мен ұсыныс жасап, аудан әкіміне кіріп, сәке, менде балабақша бар, бірақ шамалы жөндеуден өтіп, соны іске қоссақ қалай болады деп, ол кісі қабылдап, содан ең бірінші елді мекендерде, ауылдық жерлерде, аудан көлемінде бірінші іске қосылған балабақша, Балауса балабақшасы мынау білім бөлімі әдіскерлері біледі. Шамалы ғана бір қаражат беріп, жаңағы кілтті тапсырып жатқан Қойбағаров Серік деген азамат жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргізіп, кейін әрі қарай енді айта кету керек, мына Гүлжада Ғайденқызының еңбегі көп, енді халық та біледі, былай да біледі, былай сөзінен де келеді, ішіне де келеді, әрі қарай жалғастырып кетті. Соңғы уақытта балабақшамыздың төбесінен тамшы ақты. Енді рахмет, мынау Назаров мырзаның келісімімен, аудандық білім бөлімінің келісімімен ескі мектептің ғимаратын сол балабақшаға беріп, өткен жылы күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар мынау енді өңірлік дауыл дейді, біз мемлекет көлемінен бөлінетін қаражат береді, жылма жыл 2 миллион 200 мың. Мен мынау 4 елді мекенді жарықтандырдым. Биылғы жылы мен алдында оны балабақшаға бердім. Беріп, қазір балабақшаның сонау бүкіл есік терезесінің бәрі жаңартылды. Міне айтылайын деген айтып жатқан жұмыстар. Енді жаңа балабақша меңгеруші 10 жылда істеген жұмыстарын жаңа айтып кетті ғой. Бұл балабақша отыр, әдіскерлер отыр, аудан, облыс, республика көлемінде еңбегі қайтып, жемістерін көрсетті халыққа. Сол айтқан әр уақытта да мынау коллективке, ұжымға, оның басшысына енді өткен жылы демалысқа шықты. Демалысқа шықса, білім бөлімінің бастығы еңбегін елеп, өсімге де қызмет жасап жатыр. Оның өзі мына коллективпен, халықпен ұштасқанын деп білем. Әр уақытта мына жемістерін әрі қарай жалғаса берсін балдар. Жаңа айтып жатыр, өз араларынан тәрбиешілер, және де көптеген азаматшалар дайындап жатыр. Енді сіздерге айтатын мынау ұлыстың ұлына шамалы уақытқа келе жатқан тәуелсіздігіміздің, мемлекетіміздің тәуелсіздік алғанымызға 25 жыл толып жатыр мерекесі келе жатқан. Сол мереке бәрімізге, баршамызға құтты болсын. Енді әр уақытта да амандықта, саулықта, халық бірлікте, ел тыныштықта Алла тағаладан сұрайтынымыз осындай жақсылықта, жаңалықта келсек.
құтты болсын мерекеміз. Енді айта кету керек, енді шамал ғана менің мынау алғыс хатым бар. Құрметті Гүлзада Ғайнеденқызы және балауса балабақша ұжымына осыдан 10 жыл бұрын балапан бүлдіршіндеріңізді бауырына басып, үлкен өмірге қадам аттаған мекеме бүгінде балалардың ұлы білім жолына нұсқаушы болып 10 рет түлік қанаттандырып отыр. Осы 10 жылда балабақша бүлдіршіндерге және мүмкіндіктер ашылып, күннен күнге көркейіп келеді. Балабақшада балаларға барлық жағдай жасалған, барлық мүмкіндіктер бар екендігін мақтан жетеміз. Сізді және балабақша ұжымын биылғы 10 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтай отырып, үлкен жетістіктер, табыстар тілеймін. Балауса балабақшасының абыройы үшін бар күш-жігерін аянбай еңбек етіп келе жатқан ұжым мүшелеріне еңбектеріңіз жана берсін деп алғыс айтамын. Балабақша мәртебесі қашанда биіктен көріне берсін. Игі тілекпен Балтакөл ауылдық округінің әкімі Асқар Алданияз. Мен сонымен қатар мынау балаларымызға мынау отсындап кілеміміз бар. Және міне мынандай іліп қойсын деп жатыр. Мына екі аққу, біреу мына Гүлзада қарындасым, екіншісі мына Батон деген қарындасым бар. Сол балдар тәрбиелеп. Құтты болсын мерекеміз. Балабақшада көптеген сайыстарға қатысып, жүлделі орынға ие болған, тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен өткен спорттық би сайысының бас жүлдесін жеңіп алған біздің түлегіміз Жанаудова Асылжанды өнерін тамашалаймыз.
Қашаққызына сөз береміз. Құрметті ата-аналар, құрметті осы Жаңабұлақ Батпаққұл ауылдық округінің әкімі Жазықбай ағай, құрметті өшіріп жатқан ұстаздар, оқушылар, бүлдіршіндер, бүгінгі Балауса балабақшасының 10 жылдығы құтты болсын. Енді аудан әкімдігінің және аудандық білім бөлімінің атынан Балауса балабақшасының 10 жылдығын құттықтауға келіп тұрмыз. Енді әртүрлі қазіргі заманда әртүрлі экономика, әлеуметтік жағдайларға байланысты аудан әкімдігінен арнайы келетін қонақтар келе алмай қалды. Солардың бірақ атынан біздер келіп тұрмыз. Сіздердің енді ауылдарыңызда Балауса балабақшасының 10 жылдығы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұр. Сондықтан сіздерді біріншіден Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын, үйлеріңізде де отбасыларыңызда береке, қуаныш болсын, шаттық болсын. Осы тәуелсіздіктің арқасында бәріміз де жақсы, бақытты өмір сүріп жатырмыз, сол ұзағынан болсын дегіміз келеді. Одан кейін екіншіден Балауса балабақшасының бүгін 10 жылдығы құтты болсын. Оның алдында бірінші енді осы жерде отырған ата-аналар сіздерге білім бөлімінің атынан үлкен рахметімізді айтамыз. Балабақшаның 10 жылдың ішінде өстіп көркейіп, гүлденіп, халықаралық жарыстардан орын алып, республикалық жарыстардан орын алып жүрген бәрі сіздердің еңбектеріңіз. Сіздер балдарыңыздың бәріне жағдай жасап, балабақшаның ұжымымен бірге түсінісіп, жұмыс жасап, оларға қаражаттарыңызды бөліп, жарыстарға қатыстырып жатқаныңыз, ауызбіршілікпен жұмыс істеп жатқаныңыздың барлықтарды басқа аудандағы кез келген ауылға үлгі болатын ауылсыздар. Сондықтан осы жерде отырған халыққа рахмет айтамыз. Одан кейін жаңағы балабақша ұжымында үйлестіріп, бәрін жұмысын жүргізіп жатқан Гүлзада Ғанидинқызына да көп-көп рахметімізді айтамыз. Себебі бұндай басшы болмаса, ол балабақша ұжымы бүйтіп дәрежеге жетпейді. Өзінің жұмысты үйіндегі өзінің балдарынан да жоғары қойып, үйіндегі бүкіл жағдайын жасаудың орнына балабақшаға бүкіл жағдай жасап жүрген Гүлзада Ғанидинқызына да ұзақ өмір тілейміз. Жақсы болсын. Кейінгі өзінің балабақшасына тәрбие етіп жатқан мына ұжымдағы қыздардың кілең сондай сіз сияқты қызмет етсін дегіміз келеді. Сіз сияқты еңбек етсін, сіз сияқты үлкен атаққа біреуға жетсін, үлкен дәрежеде болсын. Енді балабақша ұжымының атағы шығып, аудандағы ең алдыңғы қатарлы басқа неге үлгі болатын балабақшасы соған жағдай жасап, қолдау көрсетіп жатқан Жазықбай ағайға да көп-көп рахмет айтамыз. Енді ауыл әкімі мен балабақша ұжымы бірлесіп жұмыс жасағасын, осындай жағдай болады. Біздер енді жұмыс сапарымен әр жерде көп боламыз. Аудандағы бүкіл ауылдық мекендердің бәрін аралап қайтамыз. Сонда кейбір жерге барған кезде ауыл әкімдері отырған мектептің директорымен тіл табыса алмайтын кездері болады. Сондықтан да мына осы сіздердің ауызбіршіліктеріңіз басқаларға үлгі болсын. Осылай жұмыс істей беріңіздер дейміз келеді. Келесі аман сау болса, балабақшаның 20 жылдығын, 15 жылдығын, 25 жылдығын тойлай беріңіздер. Сіздердің өсіп жатқан ұрпақтарыңыз өстіп сіздердің жақсы жағдай жасап жатқан жағдайларыңызды түсініп, сіздерге тек кілең жаңағыдай әдемі билермен, әдемі әндермен көріне берсін дегіміз келеді. Сондықтан енді жиынға мұндай шашуға құр қол келмейді ғой. Бірақ біз енді аудандық білім бөлімінің атынан бұл балабақша ұжымының 10 жылдығына музыкалдық аппаратурымыз беріп қойғанбыз тамыз айында. Міне қазіргі пайдаланатын аппаратураның барлығы біздің берген сыйлығымыз. Сондықтан енді осы аппаратураны пайдаланып, әлде де үлкен биіктерге жетістіктерге жете берсін дегіміз келеді. Барлығыңызға той құтты болсын. Енді біз енді аудан әкімі қазір Ербол Жеткергенұлы еңбек демалысында, оның орнында қазір аудан әкімдігінің атқарушы Дастан Жарылғасынұлы соның артынан дайындап келген азғантай неміз бар, соны беруге рұқсат етіңіздер. Алғыс хат. Құрметті Балауса балабақшасының ұжымы, сіздерді ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келген балабақшаның 10 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер мектепке дейінгі жастағы балалармен заманауи бағытта жұмыс жасап, ел болашағы бүлдіршіндерді тәрбиелеуде талмай еңбек етіп келесіздер. Ауданымыздағы 10 жылдық тарихы бар Балауса балабақшасы алдыңғы қатарлы тәрбие ошағы. Қиын да қызықты еңбектеріңізге шығармашылық табыс, бірлік, ырыс береке тілеп, бала тәрбиелеудегі игі істеріңіз жоғары деңгейде көріне береді деп сенім білдіремін. Бала жанының бағбаны, өз кәсібін риясыз сүйетін ұжым мүшелеріне тынымсыз еңбектері үшін алғыс айтамын. Аудан әкімінің міндетін атқарушы Дастан Сағыров, қараша 2016 жыл.
Думаннан той тойма шаңдатты айнала алда кетті қаймала бас қамшыңды Алғыс хат. Құрметті Өтешова Гүлзада Ғайнетжанқызы, сіздің өз ісіңізге берілген еңбектеріңіздің нәтижесінде қоғамымызға жаңашылдың идеяларда келетін, белсенді өмірлік ұстанымдары бар, дербес шешім қабылдай алатын жас буын келе жатыр. Отандық педагогиканың ізгі дәстүрлерін, заманауи әдістерін және жаңа білім беру технологиясын тереңдетіп, енгізіп, уақытпен бірге алға басып келе жатқан сіз қандай құрметке де лайықсыз. Ауданның білім беру саласына өз үлесіңізді қосып, жеткен жетістіктеріңіз үшін шынайы алғысымды айтамын. Сіздің осы игі істеріңіз ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына қосқан зор үлесіңіз. Ерен еңбегіңізге алғысымды білдіріп, зор денсаулық, бақыт, барлық игі бастамаларыңызға жетістік тілеймін. Шәкірттеріңіз үздік шығып қуанта берсін. Аудан әкімінің міндетін атқарушы Дастан Сағыров. Алғыс хат. Құрметті Көздібаев Молдабек Бақытұлы, өмірде сан алуан жақсылық болады. Сол жақсылықтардың шарапаттысы балаларға жасаған жақсылық деп білеміз. Сол себепті алақандай жүрегіне алатаудай ізгілік артып, қамқорлығын аянбай келген азаматтар қай қоғамның да тірегі. Ел болам десең бесігіңді түзе демекші, сіз секілді азаматтың демеушілік танытып, ұрпағымыз үшін балабақшаға жасаған жақсылықтарыңызға байланысты алғысымды білдіремін. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерекесімен құттықтай отырып, сіздің ауылымыздың көркеуіне қосқан үлесіңіз ел үшін еткен еңбегіңіз деп білемін. Адамгершілігіңіз кейінгі ұрпаққа үлгі болып, азамат деген атқа лайық болып жүре беріңіз. Жүректегі жан жылуыңыз сөнбесін. Отбасыңызға береке мен бірлік, деніңізге саулық пен қажымас қайрат тілеймін. Аудан әкімінің міндетін атқарушы Дастан Сағыров. Жаса менің назарым, аттағалым үйімдікпен азабым. Ал мына жерде кінәгайға арналған аудандық білім бөлімінің сыйлығы бар еді. Қалып қойыпты, беріп жіберуді өзіміздің мойныма кетмей аламын. Менің өнерім, атқан таңдай ашық болсын ашық. Құрметті Байтасова Диана, сізді ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұстас келген балабақшаның 10 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Сіз осы мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеуде заманауи бағытта жұмыс жасап, талмай еңбек етіп келесіз. Ауданымыздағы 10 жылдық тарихы бар Балауса балабақшасының алдыңғы қатарлы тәрбие ошағы болуына өз үлесіңізді қостыңыз. Қиында қызықты еңбегіңізге шығармашылық, табыс, бірлік, ырыс береке тілеп алғыс айтамын. Мұғалжар аудандық білім бөлімінің басшысы Нұрлыбек Жусупов, Қараша 2016. Алғыс хатпен Абдулина Зульфира марапатталады. Жаса менің назарым, аттағалым үйімдікпен азабым. Осындай алғыс хатпен және осы мектепке дейінгі ұйымдағы шаруашылық ісін жолға қою арқылы ел ұрпағы тәрбиесіне өз үлесіңізді қосқаныңыз үшін Төретова Жазылу марапатталады. Менің өнерім, атқан таңдай ашық болсын ажарым. Жасаған алашордың ардағым, алтын бесік байтақ. Осындай алғыс хатпен осы мектепке дейінгі ұйымның есеп қисабысын жолға қою арқылы ел ұрпағы тәрбиесіне өз үлесін қосқаны үшін Мукашева Бану марапатталады. Сағыстан аты мерген ұрағым, Туғаспанда желбіресін байрағым. Енді осы жерде біз енді кеше ұзақ жолдан бұлақты еңбек не жаққа, Күмсай жаққа командир алып түнде кеш келдік та, ұмытып кетіп біз алып келуге. Бұл жерде біз бас экономисі Ақкенже Тындыбаева отыр. Енді ол кісіге де арнап дайындаған бүгінгі алғыс хатымыз бар. Сондықтан Ақкенжені бұл жерде айтып кету керек, себебі балабақшаның бүкіл жақсы болу үшін бүкіл қаражатына, керегіне, тамағына, бәріне ақшаны бөлетін осы бала. Сондықтан болғанда Балауса балабақшасының 10 жылдығына өзінің үлесін қосты. Осының ішіндегі заттардың уақытында келу үшін қаражат бөліп, Гүлзаданың Ғайнетжанқызының айтқан талаптарын бәрін орындап жағдай жасаған. Сондықтан бұл азаматшаға да рахмет айтамыз. Енді кінә бізден, алғыс хатында Қандыағаш қаласына барғанай аласын. Танытып қалам сырларын, кеңейттің ой мен таным
жанымды, ойнатып жүріп үйреткен, әр ісің ойға қонымды. Жетелеп ерке ұл қызды, тербеген білім бесігін, сақталар мәңгі есімде, балауса деген есіміңде келе, балабақшамыздың тәрбиешілері мен ата-аналарымыздың өнерін қарсы алыңыздар. Хор тәуелсіз Қазақстан. Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен өткен Кішкентай Ханзада 2016 байқауында бас жүлде, Алматы қаласында өткен 14-ші республикалық Ақкөгершін балалар шығармашылық фестиваль байқауында бірінші орын иеленген Жұмалы Нұрасыл Жолдасұлының бәйге биін тамашалайық.
орталығының ұйымдастыруымен өткен би калейдоскоп 2014 байқауында бірінші орынды иеленген біздің түлектеріміз Еркетай би тобының мүшелерін Жаңа жол орта мектебінің 2 класс оқушыларын ортаға шақырамыз. Би я рисую. өткен 10-шы халықаралық Ақкөгершін балалар шығармашылық фестиваль байқауына қатысқан үшін біздің түлегіміз Жұбан Еламан Бердіғалиұлы бірінші орын иеленген. Қошеметтеп ортаға шақырайық. Сұлтанмахмұт Торайғыров, мен неге қазақтықтан сақтанамын? Мен қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл жайып, арасын қоныс қылдым мірге жайып. Елім, жерім қорғайтын ерім болып, ер жеттім, ен далада ұлқа тойып. Ертүрік ұрпағымын даңқы кеткен, бір кезде Еуропаны тіккенкен, кіргені есік, шыққаны тесік болып, күн бағыс,
күншығысқа әмірі жеткен. Кешегі хан Шыңғыстың ұрпағына талай царь, талай князь тәжім еткен. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйдіріп жүрегімді тартқан менің сарыарқам, сары далам туған жерім. Көк күмбездің астында көк масаты, сәулемен алтынданған сары белім. Кең дала, шаңсыз ауа, таза қоныс, Эйсан қып бетім сүйген самал жерім. Кіндік болып малменен жанды өсірген, жаз жайлау, күзгі көзек, қысқы тебін. Даламның мен сағынан бекпен ханын, ел үшін аямай тыншыбын жанын. Қайғысыз ұйқы ұйықтатып, қайғырусыз жылқы бақтырып, қалыңсыз қадың құштырып, алашты алаш қылған сабаздарым. Топтан торай шалдырмасқа, қазақтың бір дайын кәпірге алдырмасқа. Бір түнде 90 ойланып 9 дөңгерлетін, ел қорғаны ерімнің сүйем бәрін. Балабақшада Еркетай би тобы мүшелері қазіргі Жаңа жол орта мектебінде Айгөлек би тобында өнер көрсетіп жүрген біздің түлектеріміз оқуда да өнерде де үздік. Балабақшада түрлі байқауларда жеңімпаз атанды. Түлектеріміздің өзбек биін тамашалаңыздар.
аялы Қаратаудай, алақаны аялы Алатаудай, әңгімесін тыңдасам қарттарымның, көңілім жай тауып қалатындай. Әр сөзің көңілге бағиялар, сөздерін құрметтейміз, қадірлейміз, аяулы ардагерлер, қариялар дегеле, ауылымыздың ардагер, ардақты ақсақалы Қарамырзат аға сөз кезегін береміз. Ал енді мына құрметті қонақтар, бүгінгі мынау тәуелсіздігіміздің 15 жылдығымен тұстас ашылып, 25 жылдығымен тұстас мынау 10 жылдығын жасап жатқан 10 жылдық мерекесі мына балабақшамыздың құтты болсын деймін. Бұл енді мына ауылымыздың әкімі айтып кеткендей, бұл балабақшаның жері аз болған жоқ. Бірінші балабақша жабылып қалғаннан кейін бұны мектепке алғанбыз біз. Мектепке алып, мынау ауданнан бригада жіберіп, жөндетеміз, ремонттатамыз деп бригада келіп, солар оңдап кетті. Оңдағандар тек әшейін көзбояушылықпен кетті. Маған сол қарап қоясын ақсаған деп еді. Мен қарап, жаңағы бригада келді, жұмысшыларын тастап кетті. Жұмысшылары айтқанды қылған жоқ. Содан мен ауыл әкіміне барып, төбеге шығарып, басқаларға келіп қарадым. Соның өзінде жаңа қара қағазын, сементін дұрысталмай, артынан жаңбыр жауған уақытта жаңағы жаңбырдың суы ішке құйылды. Енді артынан бірау балабақша ашылып, Гүлзада ол уақытта мектепте жұмыс істейді. Мектепте де ол жақсы жұмыс істеп, өзін көрсете білді. Соған балабақшаны қабылдап алып, енді өзі барлығын өзі істеп деуге болады. Жаңағы жолдасы мына Пемкада жұмыс істейді, 15 күн осы садикке алып келіп, соған жұмыс істетіп, балабақшаны қалпына келтіріп алды енді. Міне соның арқасында, аянбай қызмет еткеннің арқасында мынау барып жатқан мына байқаулардан орын алып келу, жас бүлдіршілерге өнеге өнер үйрету, қазақтың салт дәстүрлерін үйрету, ас қайыруға дейін, бата қылуға дейін үйретіп, осы балдарды өсіріп өндіріп келе жатырмыз. Оқу алдындағы жаңағы сауаттарын ашып, бұл енді жас бүлдіршілерге үлкен өнеге болды. Енді мынау не айтамыз енді, мына қарындасымыздың аянбай еткен еңбегінің арқасы соның барлығы. Бостан-босқа келіп жатқан жоқ. Қарындасымызға көп рахмет айтамыз. Балдардың өсіп өнуіне қосып жатқан үлесін, мына ауданнан келген жаңағы мақтау грамоталар, ауылда беріліп жатқан мақтау қағаздар, барлығы да сол еңбегінің арқасы дейміз. Енді осы еңбегін жалғастырып әрі қарай жұмыс істей беруіне тілектеспіз. Еңбектерің еселене берсін айналайын. Әр уақытта денсаулығың мықты болып, өмір жасы ұзақ болып, осы халқыңа аянбай қызмет ете беруіңе тілектеспіз айналайын. Тойларың, мерекелерің құтты болсын. Енді 35 жылдық тәуелсіздігімізге жалғастырып, 20 жылдығын жасап жіберсеңдер, тіпті жақсы болады деп ойлаймын. Енді 10 жылдан кейін. Астана қаласында өткен 10-шы халықаралық Ақбөгешін балалар шығармашылығы фестивалі байқауында 3-ші орынды иеленген түлегіміз Жаңажол орта мектебінің 6-шы класс оқушысы Әлиева Інжуді шақырамыз. Ізін көрем. Тарау тарих болып сөйледі сонау ғасырларда бабаларым. Қосысы баспанға айналып тастам
еңбектің батылдығы, ұстаз болу жүректің асылдығы, ұстаз болу көңілдің күн шуағы, аспайтығын адамның алтындығы дей келе, Жаңажол орта мектебінің директоры Сейітов Рүстембек Қалиұлына, кәсіподақ ұйымының төрайымы Шапетова Алтынай сөз кезегін береміз. Саламатсыздар ма? Құрметті ата-аналар, құрметті қонақтар, бүгін келіп отырған мерейтойға. Құрметті ауыл әкімі, балабақшасының 10 жылдық мерейтойына құтты болсын баршамызға. Жаңа енді ауыл әкімі осында менің алдыма сөйлеген адамдар көптеген өздерінің осы уақытқа дейін істеген істерін, әртүрлі қиыншылықтар, басқа жетістіктер бәріне де тоқталып айтты. Енді мен мектеп басшысы ретінде мектептің оқушыларының біздің әртүрлі сайыстардан, білім сайысы болсын, өнер сайысы болсын, барлық сайыстардан алып келген жүлделері үлкенді кішілі. Оның бәрінің бастауы осы балабақшадан деп білемін. Өйткені барлық балдардың 100% деуге болады, осы балабақшадан өткен. Оның бәрі іргетасы осы жерден қалады деп мен қашанда есептеймін. Енді жаңа айтып отыр ғой, ауызбіршілік деп. Осы балабақша бар, мектеп ұжымы бар, ауыл әкімдігі бар. Әрқашан ауызбіршіліктеміз, кешеден неше күннен бері осыған дайындық жұмыстары, мектептің мұғалімдері, балабақшаның қызметкерлері, тәрбиешілері болсын бар, осы үлкен шараны ұйымдасып, оқушылар бар, атқарып жатқан жөні бар. Жалпы балабақша біздің ауылдың балабақшаның әлеуеті өте жоғары. Типовой болмағанмен де бұл жерде балабақшаның меңгерушілері отыр. Әзірдің аудандағы балабақшалардың ешқайсысына былай қарағанда есе жібермейді деп өзім есептеймін. Білім саласын, жалпы тәрбие деген болсын, жалпы басқа да істеп жатқан іс-шаралар болсын, оның бар куәсі міне балдардың жетістігі, балабақша меңгерушісінен бастап балабақша тәрбиешісі барлық жетістіктері осының куәсі деп өзім есептеймін. Енді тағы да құтты болсын, өзімде айтып отырмын, осы үлкен ұжым, осының бәрі ауызбіршілікте бір ауыздан бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарғанның арқасында міне осындай жетістікке жетіп өтір деп есептеймін. Жетістіктеріңіз көп болсын, күзада айнеден болсын, балабақша ұжымның қызметкерлері. Құтты болсын. Мына шапқылап жүреді ол күзада. Анда барады, мұнда барады, бір тыным таппайды. Соған бір жақсы бір нелер шыққан екен, шетелден арнайы алдырып жатырмыз. Бір 5 минут кішкене отырса, бүкіл шаршағаныңды алып, өзге рухани күш беретін бір дивандар шыққан екен, сол шетелден үлкен диван апарып қойды. Құрметті қонақтар, ауылдастар, бүгін енді балабақшаның 10 жылдығы мерейтойы құтты болсын. Біз енді мен жүрек лебізімізді біз ұжымымыздың атынан білдіргім келеді. Шамалы ғана өлеңмен, апаймен бірге көп жыл істеп едік. Ардақ тұстас аялаған ауылы, білмейді ол шаршау, яки қажуды 30 жылдан астам өмір парағын жіберді ол балаларды бауымен. Еңбек жолын бастаған ол, еңбек жолын мектептен бастаған, қиындыққа мойымаған, қашпаған, бастау үшін бал бұлағын ұранын жарында ол, әрқашан сақтаған. Азаматқа тән өрлік мінезінде, жылылық көп кішкене жүрегінде, қолы жомарт, жаны жайсаң апайым, жақсы тілек
құттықтай келдік бұл күнде. Балаусаның 10 жасы құтты болсын, қиын қыстау күндеріңіз артта қалсын. Астананың шартараттың төрінен бүлдіршіндер жүлде орын алсын. Балаусаңыз үлгі болып келеді, марапаттың сан түрін иеленеді. Алыспалы көбімен жүлдеден көп балабақшадан келеді ол үлгері. Ұжымыңыз шағын ғана болғанмен басты нәрсе ұйымшылдыққа үйренген. Содан болар ынтымақпен ілгері жасап келеді тәрбиенің көшінде. Балабақшаның жылылықпен сезінген, сәбилер көп бүлдірлеген тілімен 10 жыл емес 100 жыл мерей тойында балаусаңыз өсе берсін гүлденген. Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылығының орталығының ұйымдастыруымен өткен би думаны 2016 байқауының бас жүлде иегерлері Еркетай би тобының мүшелерінің орындауындағы мысық биін тамашалайық. Қарсы алыңыздар. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без кошки. Кошки могут встретить дня, но лежат спокойно у огня. Кошки не хватают джакузи, не играют в домино и шашки, не обязаны писать стихи. Им плевать на разные бумажки. Людям не садись, протоптаны дорожки. Ну, кошки мяу. Это кошки мяу. Кошки не похожи на людей. Кошки это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут встретить дня, но лежат спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и шашки, не обязаны писать стихи. Им плевать на разные бумажки. Людям не садись, протоптаны дорожки. Ну, кошки мяу. Это кошки гораздо бегут на подъезд, ты пушери моей. Алаулаған аламынан нұр тамып, қазақ елін бүкіл дүние жыр танып, көк байрағым желбірейді төрімде, әнұранып шырқалып тұр көгімде. Туған елім бүгін саған не дейін, ертегіме ертегідей сенейін, бүгінгідей бүкіл әлем алдында асқақтасын мәртебең мен мерейін. Тәуелсіздік мәңгілікке сақталсын, алдымызда барлық үміт ақталсын,
егеменді тәуелсіз ел, болашаққа нық басып буылған бел, көккөрлеген байрақты желбіретіп, 25 жыл қуаныш пен шаттыққа кенелді ел. Тәуелсіздік алғалы 25 жыл міне, отаным күннен күнге көркеюде, тілеймін әр адамға бақыт қонсын, елімде бейбіт тыныш заман болсын. Қазақстан Республикасы Әр күн мереке, бізде 10 жыл атты мерекемізге келіп отқан кәсіпкерлерге, қонақтарға сөз кезегін ұсынамыз. Баламызға мақтаныш даңқымыз, ұмытылмай ұрпаққа ұласын. Дәстүр сарай ауылым ақ гүлім, шаңырақтың шырағын жақ бүгін. Думандатып тойласын әрқашан, елім шаттығын. Жаса Қазақстан, жаса. Саламатсыздар ма, құрметті бүгінгі мына мерекелік іс-шараға қатысушы Жаңажол ауылының тұрғындары. Бүгін міне Балауса балабақшасының ашылғанына 10 жыл болып тойлап жатсыздар. Бұл балабақша ұжымының, басшысының және сіздердің барлығыңыздың тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Балауса балабақшасы 2006 жылы Жем қаласындағы Балгөбек балабақшасымен бірге ашылды. Мен сол Балгөбек балабақшасының меңгерушісі болам, Гүлзада Қанаткерейқызы. Қазір біздерге де 10 жыл толып отыр. Міне Гүлзада апай Балауса балабақшасының ұжымы, мерейтойларыңыз құтты болсын. Енді жаңа міне барлығын көріп отырмыз, сіздердің нәтижелеріңізді көріп отырмыз. Аудандық, республикалық, облыстық байқаулардан жүлделі орындарыңызды көріп отырмыз. Барлығы құтты болсын. Енді сіздерге халықаралық орындарда болсын деген тілектемін. Міне ол да бар ғой деп айтып жатыр. Әрмен қарайда осындай жетістіктеріңіз бола берсін. Енді 10 жыл деген аз емес, көп те емес. Сол міне қарап отырсақ, бұлай қай байқауға барғанда да біздер меңгерушілер ойлап отырамыз. Осы Жаңажол балабақшасы бәсекелестікке қабілеті бар. Осы Жаңажол алып кетеді ау деп қорқып отырамыз. Жетістіктеріңіз құтты болсын, жетістіктеріңіз әрмен қарай бола берсін. Құрметті ауыл тұрғындары, тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Барлығымызда сіздермен бірге қуаныштымыз. Саламатсыздар ма, құрметті мерекеге жиналған бүгінгі ауыл тұрғындары, үлкендер, мектеп ұжымы, ауыл әкімі Жазықбай ағамыз. Балауса балабақшасының ұжымы, Гүлзада апай, бүгінгі салтанатты мерекелеріңіз құтты болсын. Енді жоғарыда атап өткендей, біз жалпы ауылдағы бірлікті көріп отырмыз. Енді барлық тірлік осы бірлікте дейді ғой. Олай болса, осындағы ауыл әкімінен бастап, мектеп ұжымы, балабақшаның арасындағы өзара ынтымақтастықты, өзара ауызбіршілікті көріп қуанып отырмыз. Осы елбасымыз айтқандай, барлығы да ауызбіршілікте болады ғой. Олай болса, әр уақытта да осындай ауызбіршіліктеріңіз әрі қарай бола берсін. Сіздердің ауылдарыңызға әр уақытта тек қандай осындай жақсылық тойларға жинала берейік. Ал енді бүгінгі осындай 10 жылдық мерекесін тойлап жатырған Балауса балабақшасының ұжымы
мерейтойларыңыз құтты болсын. Жеткен асуларыңыз ары қарай жалғасын тауып, мына халыққа мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқыту ісіндегі жұмыстарыңыз әр уақытта да табысты болсын. Бүгін біздер көріп отырмыз, сіздер халықтың осындай алғысын, халықтың ризашылығын алып отырсыздар. Олай болса, осы балабақша жұмысының бір жетістігі сол. Гүлзада апайдың ерекше еңбегін ауыл тұрғындары, үлкен ақсақалдар атап өтіп жатыр. Қай уақытта да енді Гүлзада апай жаңағы қасыңыздағы жолдасыңыз ғой. Міне сол жолдасыңызбен өзіңіздің мына балабақшаның осындай өрлеуіне, оның осындай үлкен жетістіктерге жетуге қандай үлес қосып жатқандарыңызды мына өзіңіздің ауыл тұрғындары халық айтып жатыр. Осы еңбегіңіздің әр уақытта да зейнетін көріңіз. Отбасыңызда әр уақытта аманшылық болып, мына ұжымыңызбен әр уақытта тек қана жақсылық, биік белестерге жете беріңіз. Тойларыңыз той болсын. Қайырлы күн, Жаңажол ауылының тұрғындары, ауыл басшысы Жазықбай ағай, бүгінгі тойдың балабақшасының меңгерушісі Гүлзада апай, баршаңызға тойларыңыз құтты болсын. Ширек ғасыр тәуелсіздік туының астында бірлігіміз жарасып, ынтымақты, беделді, алдыңғы қатарлы елдің қатарына қосылған бейбіт заманда өмір сүріп жатқан біз бүгінгі таңның барлығымыз осы бақытты ұрпақпыз. Сол бақытты ұрпақты тәрбиелеп отырған әрине білім беру саласының қызметкерлері. Осы білім беруде қиында қызығы мол еңбек, сол еңбекте талмай, танбай қызмет етудің өзі бүгінгі таңда көзге ілінер, ілінбес, жақсаты мен жаманаты қатар жүретін қызмет. Алайда осы қиындықты мойнымызға жүк қылып алып, осы баламыздың білімді болып өсуіне, ауылдың көркеюіне қосып жатқан үлес осы азаматтар мен азаматшалардың үлестері. Сондықтан бүгінгі 25 жылдық тәуелсіздік мерекесі құтты болсын, және 10 жылдықтарыңыз Гүлзада апай тағы да құтты болсын. Осы концерттің жалпы бүгінгі кештің басынан аяғына дейін мана қарап отырмыз, бәріміз де куәміз. Әр уақытта кез келген, жалпы мен Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылығын дамыту орталығының директорымын. Барлық сайыстар мен аудандық жарыстардың барлығын ұйымдастырып отырамыз. Соған үнемі атсалысып, ылғи жоғарғы орындарды алатын осы Жаңажол деп атап өтсем артықшылық болмайды. Себебі мінекей балабақшасынан қаншама жүлдегерлерді көріп отырсыздар. Ары қарай сол тәрбиеленушілер мектепке барып, одан бетер жоғарғы орындарды алып, әр уақытта алда келе жатыр. Және қарапайым жыл сайын аудан өнерпаздарының, халықтың арасынан, тұрғындардың өзінен болатын сайыстарда үнемі Жазықбай ағай бас жүлде, бірінші орынмен қайтады. Осының бәрі сіздердің ауызбіршіліктерінің арқасы. Құтты болсын, жақсылықта жүздесе берейік, қуанышта кездесе берейік, тойларыңыз той қаласа берсін. Енді мана жүлдегерлерді айтып жатсыздар, енді осындай жүлдегерлерді тәрбиелеп отырған ұжымды бір мақтау қағазын беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Балауса балабақшасының ұжымы, сіздерді 10 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Тәрбие мен білімнің алғашқы бастауын, жас бүлдіршіндердің санасына ұялататын алғашқы білім баспалдағы осы балабақша. Қиын да қызығы мол еңбектеріңіздің жемісін жеңіздер. Шығармашылық орталықтың ұйымдастыруымен өткен барлық іс-шараларға белсене қатысып, үнемі жоғары көрсеткіштерді иеленесіздер. Осы Алтынұядан талай аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық сайыстар мен байқаулардың жеңімпаздары шықты. Тынымсыз еңбектің арқасында әлі талай биіктерді бағындырыңыздар. Тәрбиеленушілердің
еңбектеріңізді ақтасын. Осы мерейтой қарсаңында сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, абыройлы еңбек тілеймін. Және де осы тілек айтушылардың атынан қаржылай сыйлығымыз бар. Ал енді құрметті ауыл тұрғындары, яғни өзімнің сүйікті ауылымның тұрғындары, баршаңызды осы бүгінгі үлкен мерейтойда көргеніме қуаныштымын. Осы тұрған баршаңызға бүгінгі мереке ортақ деп ойлаймын, құтты болсын. 10 жылдық мерейтойларыңыз балауса балабақшасының әрқашанда осы ұжымға тек ауызбіршілік, татулық, ұйымшылдық тілеймін. Жаңа да жақсы сөздер айтылып жатты. Әрине осының барлығы сол татулық пен бірліктің арқасы. Енді бұл балабақша маған өте ыстық. Себебі осы ремонтынан бастап жүрдік, сөздің шыны керек ашылған кезде. Енді арасында үзіліп кетіп қайтадан қызмет етіп, осы Гүлзат апайымыздың көптеген тәрбиесін, білімін алып өстік. Соның арқасында қазір бір мекемені басқарып отырған жайымыз бар. Сол Гүлзат апайымызға ерекше алғыс айтқым келеді. Әрқашанда тек қана еңбегіңіз жана берсін, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Әрқашанда тек биік белестерден көріне беріңіздер деймін. Және осы балауса балабақшасының ұжымына шығармашылық табыстар тілеймін. Жаңағыдай айтып жатыр ғой, көптеген жүлделі орындарға ие болып жатыр. Оның сөздің шыны керек үлкен еңбекпен келіп жатқан нәрселер. Оның басы қасында өзімізде болдық. Талай хореографта, музыкантта болмаған кезде өзіміз дайындадық, сайыстарға өзіміз апардық, тәрбиешілер. Оның барлығын өзіміздің басымыздан өткердік. Қазір енді бір адамға міндеттеліп, ол жұмыстар осындай нәтижесін беріп жатыр. Қыздардың жұмыстарына әрқашанда тек жетістік тілеймін. Әрқашанда биік белестерден көріне беріңіздер, талаптана беріңіздер. Тек қана жоғары биіктерден көрейік деймін сіздерді. Жаңа жол негізі балауса балабақшасы оның ішінде жеңіп жатты. Мен өзім балабақшам қалып болсын деп соған қуанып мәз болып отырамын негізінде. Сөздің шыны керек. Жаңа жол жеңді десе болды. Әйтеуір туған жеріміз, туған еліміз әрқашанда ұмытпаймыз, өте ыстық. Сол себептен тек қана жетістік тілеймін. Саламатсыздар ма, құрметті Жаңа жол ауылының тұрғындары, мектеп директоры, әкім және Гүлзат апай. Сіздерді осы 25 жыл тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Біріншіден, екіншіден, мына үлкен іс-шара өтіп жатыр, соның куәгері болып жатырмыз. Ол 10 жылдық. Бұл 10 жылда жаңа біз қарап отырғанда көп еңбегіңіз ерен болғанын байқап отырмын. Бұл жерге мен Саға ауылындағы Мөлдір балабақшасының жаңадан келген меңгерушісімін. Апай, жаңа мен келген кезде сіздің ақ жарқын, сіздің қандай басшы екеніңізді байқадым. Осы және ұжымыңызбен жақсы жұмыс жасағаныңыз, ұжымыңыз өте шығармашыл, жақсы еңбек ететінін байқадым. Әрі қарай осы шәкірттеріңіз, тәрбиеленушілеріңіз сіздерді биіктен көрсете берсін деп айтқым келеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағаланың атымен бастайық. Бізді жаратушы жасаған жалғыз Алланың қолында барлық жақсылық, барлық мақтау мадақ бір Аллаға ғана жарасқан. Әрине осы бүгінгі жиналып отқан мына жақсы қуанышты мерекеге жиналып отқан жамағат баршаңызға осы болып жатқан ауылымыздағы 10 жылдық балабақшаның мерекесі құтты болсын деймін. Барлық коллективіне Гүлзаданың өзі басқарған барлық жетістіктерің құтты болсын. Әлде де жетістіктерге жете беріңдер, биік белестен көріне беріңдер.
алла тағаланың өзінің жазған ең жақсы құзырындағы дәрежесіне жетуіңе Гүлзада тілектеспіз. Әлде де артыңнан ерген мына ұрпақтарың өзіңнің жолыңды қуған ұлағатты жақсы ана, әрбір жаңағы жанұяның жақсы шамын жаға білетін жақсы ұрпақтар тәрбиелеп, олардың биіктен белестерден көріне беруіне алла тағала нәсіп етсін. Жақсы жетістіктеріне әрине қуанамыз. Еліміздің, мына Қазақстанымыздың 25 жылғына қосып атқан жақсы үлестеріңіз биіктен көріне беріңдер, табысты болыңдар. Мына ауылымыз осы әр уақытта биіктен көрінсе, одан артық ешқандай асқақ қуаныш жоқ. Барлық жақсылықтар бола берсін. Айтатын көп еді, енді бірақ ұмытып қалыппын, көп уақыттарыңды алмайын. Рахмет. Ал құрметті Гүлзада Жазықбай, бүгінгі болып жатқан мына Балауса бала бақшасының 10 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұзағынан болсын. Еңбектердің тек қана жемісті болсын. Әр уақытта тек биіктерден көрінуге тілектеспіз. Шақырғандарыңа рахмет. Ал енді Гүлзада, мына біздер Аймағамбетов Бауыржан екеуміздің атымыздан сенің мына балабақшаңа кір машина подаркымыз. Енді алып келуге уақытымыз жетпей қалды. Қаржылай береміз, осындай жерде қабылады. Гүлзада, мынау ардагер ауылдың ақсақалатынан шағын ғана сыйлығымыз бар. Орамал том болмайды, жолы болады. Енді мынау құрметті қалайық, бүгін бір жақсы іске, жақсы мерекеге бәріміз де куә болып отырмыз. Мына тәуелсіздігіміздің 25 жылдығының қарсаңында мына Балауса балалар бақшасының 10 жылдық мерейтойында бас қосып отырмыз. Жақсы ниетпен, жақсы көңілмен. Мынау енді бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Мына ауыл әкімі Қолданиязов Жазықбай, мына мектеп ұжымы Рүстембек Қалиұлы, Өтешева Гүлзада Ғайнеденқызының ауызбіршіліктерінің бірлесіп жұмыс істеулерінің арқасында мынау енді өздерің көріп отырсыңдар. Жақсы биіктерді бағындырып, атыр алатын асуларың, бағындыратын белестерің алда. Әлде де биік белестерден көріне беріңдер. Манадан бері айтылып атқан бектің барлығында бір Алла қабыл етсін. Еліміз тыныш болсын, рызық несібелері мол болып, осы әр жанұяда қуаныш, шат күлкі болсын дегім келеді. Тойларың тойға ұлассын. Аманатынан шағын сыйлығым Гүлзада қабылдады. Желбіресін байрағың. Азасы мына біріншіден мына құрметті қонақтар келіп жатқан ауылымызға, мына ауылымыздың тұрғындары, барлығымызға да осы бүгінгі үлкен мерейтой мерекеміз құтты болсын. Мынау Балауса бала бақшасына 10 жыл Гүлзада басқарып отырған. Гүлзада енді біздің өзіміздің әріптесіміз, 30 жыл мектепте жұмыс істеген, жас бүлдіршіндерге сабақ беріп 30 жылдай мектепте жұмыс істеді. Бірақ жаңа мынау айтып кеткенде 90 жылдары тоқырап қалған осы ауылымызда тоқтап қалған сол үлкен ғимарат сол кезде бір қараусыз қалып қойды. Осыны Гүлзада енді осы жердің өзінің тұрғыны, осы жерде оқыды, осы жерде еңбек етті. Енді Гүлзада өзі жақсылыққа жаны құмар жан ғой. Осы ғимаратқа өзі көзі түсіп, қайткенде де осы ғимаратты мен алып, осыны бір ауылға бір керекті үлкен ғимарат етсем деген ойымен Гүлзада 30 жыл еңбек еткен, мектебін тастап осы ғимаратты алып, ауылдың жоғарғы басшылардың қолдауымен осы Балауса бала бақшаны қолына алып, осы 10 жыл бұрын кеше ғана сияқты еді, мінекей 10 жыл өте шықты, қолына алып, осы қолынан келген ісінің бәрін істеп, осы бала бақшаны өзінің бірінші ұжымымен жақсылап еңбек етіп, маңдай деңгейге жеткізді. Қазір қарасаңыз, жаңа Қарамырза ағайда айтып кетті, бұрын сол мектепті қандай жағдайда болғанын, шамалы уақыт біздер де сол кезде сабақ бердік сол мектепте керек болатын нелерінде, бөлмелерінде. Енді бұл ғимарат қазір мінекей адам жаңағы сенбестей өзгеріп, ауылымызға осындай үлкен қуаныш әкелді. Кішкентай бүлдіршіндеріміз осы мектепке барып, сол балдардың күлкісіне толды ғимарат. Бұған енді Гүлзаданың өзінің
ұйымдастырушылық қабілеті, өзінің адамгершілігі, өзінің қолынан іс келетіндігін бәрін осы арқылы дәлелдеп берді. Өзі күзада жалпы жаны құмар, жақсылыққа жаны құмар, жаңашылдыққа жаны құмар. Өткен 86 жылы осы 6 жастан оқыту енгізілді ғой. Сол кезде бірінші болып осы соны қолға алғанда Гүлзада. Осы мектебімізде бірінші сол 6 жастан бастап оқытуды дөңгелетіп әкеткенде осы Гүлзада. Гүлзада енді бір жағынан әріптесім, бір жағынан құрбым. Осындай өзінің ел үшін, өзінің жер үшін, өзінің ауыл үшін, өзінің осындай кішкентай бүлдіршіндер, ауылдың бүлдіршіндері үшін жасаған осындай еңбегіне біздер тек қана рахмет айтып Гүлзадаға әрдайым сүйсінеміз. Мынау айтады ғой, жаныңда жүр жақсы адам деп, әрдайым Гүлзаданың осындай ісіне, осындай жаңағы істеп жатқан игі ісіне біз тек қана басымыз дейміз. Өйткені Гүлзада әлі де осы сол еңбектен қол үзген жоқ. Сол өзінің осы қолмен жеткізген осы ғимаратын әлі де осы әрмен қарай көркейтіп, зейнеткерлікке шықса да қайткенде де осындай тұрғызған осы мекеменді бір жақсы жастың қолына беріп кетсем деген тілегі әлі де Гүлзаданың көкейінде бар деп ойлаймын. Гүлзаданың да күтіп жүргені сондай жастың бірі. Әрмен қарай Гүлзада еңбегің енді ешқандай еш кетпей жақсы адамның жақсы жастың қолына түседі деп ойлаймын. Сенің осы еңбегің әрмен қарай жана берсін. Еңбегің осы ауылға істеген, осы халыққа істеген жана берсін. Еңбегің тек қана жақсылықпен қайтсын. Жақсы осындай ұжыммен бірігіп, осындай ауылымыздағы осы ғимаратты үлкен осындай деңгейге жеткізген саған көп рахмет. Сенің ұжымыңа осы 10 жылдық құтты болсын. Әрдайым тек қана саған бақыт тілеймін, қуаныш тілеймін, денсаулығың зор болсын. Орамал көңілмай жолы болады дейді ғой. Мынау кішкентай ғана сыйлығымды қабыл ал. Құрметті ауылдастар, қонақтар, Гүлзада апай, балабақша ұжымы бүгінгі болып жатқан сіздердің 10 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Манда беренді жақсы нелердің бәрі айтылып жатыр ғой, қандай белестерден, биіктерден көрінгендеріңіздің бәрі. Аудан көлемінде, облыс, республика көлемінде талай биік жетістіктерге жеткендеріңіздің бәрі куәсіміз. Менің 2 немерем де сіздің балабақшаңызда тәрбиеленіп, мектеп табалдырығын аттап, қазір жақсы, үлгілі оқушылар, өзіңіз білесіз, не айтамын енді. Әр уақытта да жақсы биіктерден көріне беріңіздер, құтты болсын 10 жылдық мерейтойларыңыз. Ауырмаңыз, сіздің енді балабақшаға сіңірген еңбегіңіз өте зор. Әр уақытта да еңбегіңіз жемісті болсын, денсаулығыңыз мықты болып, осы ұжыммен бірге жұмысыңызды жалғастыра беріңіз деп ойлаймын. Шамалы амбулатория атынан шағын сыйлығым бар, соны қабыл алыңыз. Құрметті ауылдастар, келіп жатқан қонақтар, Гүлзада апай, құрметті Жасықбай ағай, мектеп ұжымы, 10 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Гүлзада апай, еңбегіңіз жемісті болсын. Енді манағыдан көп адамдар жақсы сіздің игі істеріңізді айтып кетті. Қалай мақтаса да сіз лайықтысыз. Енді осы біздің балабақшамыз одан әрі көркейе берсін деймін. Дендері сау, сондай атақты жақсы балдар көбейе берсін деймін. Міне сіздің алдыңызда осыдан 10 жыл бұрынғы түлектеріңіз тұр. Мен енді осы мына түлектердің ата-аналарының атынан келіп тұрмын. Сол осы балабақшаға азғантай бір сыйлығы бар, соны табыс еткім келеді. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, семьяңызға бақыт тілеймін. Енді әйтеуір Алланың берген жасын жасап, жақсы әлде де жұмыс жасап, жақсы биіктерден көріне беріңіз деймін. Ал енді сол ата-аналардың шағын сыйлығын табыс етемін. Қонақтар, тәуелсіздік 25 жылдығына қарсы балабақша балаусаның 10 жылдығы мерейтойы құтты болсын. Апай,
айтылып жатқан жақсы тілектер қабыл болсын деймін. Еңбегіңіз әлде де жоғары биіктерден көріне берсін. Заманымыз тыныш, жақсылықты тілеймін әрқашан. Құрметті ауылдастар және ауыл әкімі, мектеп директоры, келіп жатқан қонақтар, мына тәуелсіздік жылына байланысты балауша балабақшасының 10 жылдағы мерекеміз құтты болсын деймін. Гүлзат апай, сізге зор денсаулық, мол бақыт, өмірде постоянно шыннан көрініп жүре беріңіз. Сіздің артыңыз ізіңізді қуып біз жүре берейік. Шаруа қожалық атынан Жанай әрі қайның шағын ғана сыйлығымды қабыл алыңыз. Апай, сізге шама сыйлығымыз бар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Мұғалжар аудандық оқушылар шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен өткен Кішкентай Ханзада 2016 атты байқауында бірінші орынды иеленген Хабай Шыңғыс Есенжанұлының орындауында Көк тудың желбіреген әнін қарсы алайық. Thank you.
бақытты өмір сүрейік.